барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен тиктока. Достар, бүгін бізде каратист қыздың 4-ші бөлімі, ең соңғы бөлімі. Және де бұл серияда бізде ол отбасылары басқа жаңа үйге көшеді. Көшіп қойды десек те болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және бұл ең соңғы бөлімі. Келесіде мен қарапайым отбасы деген сериал шығарғым келіп тұр. Ал ендеше біз бастайық. Қызым, көңіл күйіңді түсірмесеңші. Я. Одан кейін сені биге апарамыз. Немене? Биге? Я, сен биге қатысқың келіп жүреді ғой. Мен вообще айтқан жоқпын сіздерге. Я, сені биге қатыстырамыз. Жүріңдер, үйге кірейік. Жүрсеңдер шынды. Қалайша биге бап, сіз не айтасыз ал? Енді шынымен де биге қатысу керек қой, қызсың ғой. Жүр кеттік. Бұлай вообще нечестно, мен қалағаным емес бұл. Ой, қызым, қойшы болды. Тағы сол әңгімені бассаң, тағы да менің жынымды келтіресің. Неге сөйтіп сол темаға апара бересің мені? Жүрсенші, одан да сені бөлмеңе апарайық. Сол жерде ашулана берсем болады. Міне қызым, мынау сенің бөлмең. Пустой ғой вообще мына жер. Енді келесіде бір мебельдерді алып көреміз ғой енді. Жарайды. Сенің заттарыңды орналастыра бер. Жарайды. Бара беріңізші болды. Ой, қызым, маған олай сөйлемесеңші. Енді не істеймін, басқа ештеңе жоқ. Айтпақшы, бүгін менде каратэден жарыс қой. Саған. Құрсын, мен кеттім. Кеттім. Қызым, қайда бар жатсың? Тағы ма? Мен далаға подружкамен ойнауға шығып бара жатырмын ғой. Қай подружкаң? Медина. Медина ма? Мамасына сәлем айт қой содан кейін. Ертең үйге келсін оларда. Жарайды айтып қоям ғой. Сосын содан кейін үйге ертерек кел. Жарайды. Содан кейін тамақ жасаймын ғой. Кешігетін болдым ау. Сәлем. Ой, сәлем. Жолдан қаша тұрасың ба? Мен кешігіп тұр едім. Қайда кешігіп бара жатсың? Айтатын әңгіме жоқ. Айтшы енді, пожалуйста, подруга болайық. Каратэге кешігіп бара жатырмын. Каратэ дейді? Каратэ дейсің ба? Сен каратэге қатысасың ба не? Білесің ба не? Біз ұлы-бап білмейміз ғой. Ойбай, не олатыр мына жақта? Не істеп жатсыңдар? Неге жиналып алғансыңдар? Я, не болды? Сонша таңғалып қалдыңыздар ғой. Мен өте берейін, қазір әйтпесе кешігіп қалармын. Тоқта, қай жеріне бар жатсың? Осылай тіке жүргенде алдына шығатын. Ол кеше жабылып қалған. Не? Я, білмейсің ба? Ол жерден кеше уже жабылып қалған. Жол жүренді. Қалайша, бүгін оны жарыс қой. Мен білмеймін. Еще менің ақшамды алып алған. Мен ақшамды беріп қойғанмын не то. Саған бір түрлі екен. Мен білемін тағы да бір қатысатын жерді. Білесің ба, айтшы, өтініш, пожалуйста, айтшы. Осылай напротив жерде жаңадан жер ашылған. Рахмет көп. Сен маған қалай көмектескеніңді білмейсің ғой.
айтпақшы, ол жерде бесплатно. Мә, вообще кайф қой. Так. Ой. Сендер барсыңдар ма? Я қай шкаф бос? В смысле қай шкаф бос? Сен сонда жаңадан келдім деп сөйтіп мақтанып кетесің ба не сразу? Мақтанып жатқан ешкім жоқ айналайын. Мынауың вообще дұрыс сөйлемейді ғой. Каратэге қатысам деп келді ме? Не болды? Сендер де қызбастармен отырсыңдар ғой? Қай шкаф бос деп сұрадым мен сендерден. Жай сұрап тұрған кезде айта салсаңдаршы. Жай айтқанда сондай болса, қатты айтқан қалай екен, сен түк вообще шеттен шығып бара жатсың, ана жерге қаша тұршы сен. Қалай қаша тұр? Мына шкаф бос па? Мынау бос емес екен ғой. Мынау ше. Мынау кімнің киімі? Ол менің киімім айналайын. Ол шкаф бос емес. Мынау да бос емес па? Сенің вообще сумкаңда жоқ қой. Енді жолдан просто келе салам ғой. Ойбай, масқара. Жолдан келе салғым дейді. Немене дейді мынау? Қалай каратэге қатысасың жолдан келе салсаң? Сол каратэ туралы ештеңе білмейді шығарсың. Если что, мен сендерден жақсырақ білемін. Айтып тұрған тұрын қараш. Шына тиіп адам. Балалар, сендер білесіңдер бізге жаңадан бір келгенін. Енді өзіңді таныстырып кеткел ортаға. Енді менің атым Айнас, және де мен жасым 13-те. Неге көңіл күйін жоқ болып тұр? Біздің егерде дос таба алмай жатсам, біздің командада қыздар да бар. Жоқ. Мынандай қыздармен қалай дос болады? Оданша жай ғана шартын айта салыңыз. Жақсы, сен ана жерге тұра тұр. Мынау бірандай дерзкий аяқ сияқты ғой. Бізге грубо сөйлейді да. Болды. Не деп сіңгірлеп, мүңгірлеп атсыңдар, кішкене ауыздарын жауып тұрсыңдаршы. Тыныш тұрыңдаршы болды. Балалар, неменеге шолып кеттіңдер? Жақсы, кеттік. 4 айдан кейін. Қызым, не істеп жатсың? Ойбай, папа жоқ, бұл ештеңе емес. Папа, пожалуйста. Қызым, бұл не? Папа, бұл ештеңе емес. Все. Қалай ештеңе емес? Мен қазір ғана не көрдім? Пап, өтінемін, кешіріңізші, мен әдейі істемедім. Ол не енді айтсаңшы? Енді сіздер қатыстырмағаннан кейін өзім қатыстып жеңдім. Мәссаған, қызым-ау. Өзім ұялып кеттім ғой. Енді мамаға айтпаңызшы, мама одан сайын ұрсады, пожалуйста. Қызым, енді мамаңды айту керек, түсінесің ғой, мамаң да түсінеді. Мама ештеңе түсінбейді, мені биге қатыстырғысы келеді. Мен мамаммен өзім сөйлесемін. Жақсы. Саған сенбеп едім басында. Жақсы, жаным. Қайсы кубогыңды көрсетші? Мінекей. Мәссаған, жаным, осындай жетістікке де жеткенсің бе? Мені салып қой, сындырып алма. Жақсы, мен мамаңа айтып келейін. Немене жылап келатсың? Ананы қоса салшы. Енді жүрсенші, қызым бірдеңе көрсеткісі келеді.
Не көрсетеді екен маған? Тоқманды қоя тұр. Ту қазмен шатасып қалам мынаны. Қаз тоқта тағы бір жерін тоқай салайын. Мына кішкене ғана қалды. Жүрсеңші енді. Не алып келдің мені бұл жерге? Неменеге екеуің жылап отырсыңдар? Қызымнан енді картаға қатысып та. Не? Қызым таяқ жейсің менен. Неге қатысасың, а? Қуасың ба? Ол болып кетесің деп айтқанмын мен саған. Мам, ешқандай да ол емеспін ғой, қыз екенім әлі есімде. Енді сен оған шанс беріп көрсеңші. Сенен қорқып қатысып жүр ғой. Ал сен болған қалай ғана сен не қалдың? Тоқта, қызым қаша тұр. Қазір көрсетем. Неге қарасаңшы, қандай жетістікке жеткенін. Мә, саған кәдімгідей кубок пен медаль ма? Қайсы? Мә, қызым. Мә, жаным сол. Сені осы уақытқа дейін түсінбегеніміз үшін кешірші. Ая. Қызымыз деген жақсы жетістікке жетіп жатыр. Я. Енді қалғаныңша қатыса бер каратеңе. Ура! Осымен біздің каратист қыз сериалы аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді келесіде қандай сериал түсіргенін комментарийға жазып кетіңіздер.